Мен бәрінен нені жек көремін? Біреудің ақыл айтқанын, біреудің жөн сілтегенін, біреудің өзін жоғары қойғанын жек көремін, біреудің сені ақымақ көргенін. Соңғы кездері ақыл айтқыш, сайрауық, тым пысықай қатындар көбейіп кетті. Сол қатындар өздерін керемет ақылдымыз, адам танушы, адам зерттеуші психологпыз, не психиатрмыз деп ойлай ма? Психолог болу оңай. Қазір не көп? Психологиялық кітаптар көп. Ал сол кітаптарды кім жазды десеңіз, оны да зерттеп көріңіз. Мәселен, Дейл Карнеги өте бақытсыз болған сорлы. ақш-та некені қалай сақтау керек? Отбасылық келісім кітабының авторы әйелін атып өлтіріп, Фейсбукке мәйіттің суретін орналастырды. Дейл Карнеги жалғыз қайтыс болды. Бенджамин Спокты өз ұлдары қарттар үйіне тапсырғысы келді. Ал Монтессори ұлын патронаттық тәрбиеге берді. Бұл жердегі мақсаты өзін бөтен балаларға арнау екенін сезді. Ал Корей жазушысы, бестселлер авторы «Қалай бақытты болу керек» кітабының авторы депрессиядан асып түсті. Бұл жеке өсу, жаттықтырушылар, эзотерикалық гуру, бизнес жаттықтырушылар және тағысын басқалар тренингтер туралы білуіңіз керек. Барлық нәрсе осы. Яғни осы психологиялық кітаптардың авторлары бақытсыздар, өмірі жетістікке қолы жетпей кеткендер, өмірі сәтсіздіктен, қателіктен көз ашпағандар. Олардың мақсаты не? Ақша табу, танымал болу, өздерінің эгосын көтеру. Қарасаңдаршы, Айнұр, Құралай, тағылар, олардың түрлерінен ақ көрініп тұр ғой бәрі. Жасандылық пен жәдігөйлік. Олар таза алаяқтар.